Өмір шыңға шыққанмен бірдей асықпай шығасын, зымырап түсесің. Нәпақа табам деп өмір сүруді ұмытып кетпе. Жазушының бір ғана қабілеті бар. Ол өмірдегі шындықты көзімен көріп, оны нағыз шебердей суреттейді. Қалғандары екі жүзді адамның тірлігі ғана. Өмір қимылды талап етеді. Өмірдің мәні не? Айналана қызмет етіп көмек көрсету. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Адам керуен, өмір жол. Өлгеннен сұра дер едім тірі жандарға өмір дегеннің не екенін. Мен соңғы 33 жылымда таңертең айнаға қарап өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгінгі ойлаған жоспарымды іске асыра аламын ба? Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсын. Сен кет деген деп өмір өзен ағысын өзгертпейді. Өмір егер ащыны бермесе, тәттіні білер медік. Тәттіні бермесе, ащыны білер медік. Өмірді жақсы көру керек, ең ұсқынсыз формада болса да. Адамның бүкіл өмірі өзін өзі жұбату, өзін өзі алдау. Сен ең бақытсыз тұтынушың. Бұл сенің ең маңызды өмірдегі сынағың. Өмір бойы сүйіп, махаббатыңды төккің келетін адамды да таңдай біл. Мен бұл өмірде маңдайыма не жазғанын ешқашан білген емеспін, бірақ бір ұлы іске жаратылғанымды әрқашан білдім. Сен жаудан қашсан, өмір сенен қашады. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Жер бетінде ақымақтарсыз өмір сүру қызықсыз болар еді. Өмірдің ең тәтті қызығы адал достарының көп болуы. Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан неге оны пайдалы қылып өткізбеске? Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, көзіңізді бақырайтып қойып айтылатын бетсіздердің өтірігі және статистика. Байлық бұл өмірді соңына дейін сезе білу қасиеті. Мен ең әуелі сырт көрініске назар аударушы едім. Өйткені адам өмірінде оның үлкен мәні бар. Салдыр-салақ адамның іс-әрекеті сүйкімді болады деп ойлаудың өзі қиын. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Сынып қанат көбелек, ол да өмір іздемек. Дүние түске дейін киіз, түстен кейін мүйіз болып кетуі әп-сәтте. Кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар. Екіншісі уақытша болса, біріншісі өмір бойына. Тек ақиқат білім ғана күдік туғызбайды, ол өмірді бағалауға, тұрмыс құруға үйретеді. Өмір кеме, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Білімінді еңбек пен өмірдің өзінде шындап отыр. Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас ешқашан тот баспастан жалтырай да, жарқырай да береді. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау. Бәрінен ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйлық. Әлемдегі үздік білім өмір үшін күресте беріледі. Ғылымды үйреніп, оны өмірге қолданбаған кісі жерін айдап дәнін сеппеген адамға ұқсас. Ғұмырыңды ұзартқан келсе, тамақты тарта іш. Бұл қандай өмір, егер ол достарымның өмірімен төленген болса? Өмір еңбексіз ештеңе бермейді. Кәрілік екі көзді қызартады, сүйектің етін сылып ұзартады. Еңкейсең етпетінен түсіргендей, батпандап тізе тұсқа тұзартады. Болған шақтың өз сұлулығы бар, өз қызуы, ұшқырлығы бар. Өмірде адам не көрмес, көтергенмен кеудесін, жақсыға жаман тең келмес. Терең су жай ағады, ақылды адамдар тыныш өмір сүреді. Меніңше бұл өмірде махаббаттан асқан қазына жоқ. Талас тартыс жоқ болса, өмір абақтыға айналар еді. Достарды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі белгілі бір уақыт қана сіздің өміріңіздің қонағы болса, екіншісі қандай қиындық туса да қасыңыздан кетпейтін жандар.
оларды бағалай білу керек, өйткені олар өмір бойы сіздің қасыңызда болады. Таңертең оятқышыңыздың шырылдамай қалуы өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Адамдардың сыпайыгершілікке уақыты жетпейтіндей өмір соншалықты шолақ емес. Жалғыздықпен өмір сүру және одан рахаттану ұлы қабілет. Өмір тәтті, бүгін қолың жеткенде, удай ащы, ертең тастап кеткенде. Оқы және үйрен. Маңызды кітаптарды оқы. Қалғанын өмірдің өзі түсіндіріп береді. Адам жүрексіз өмір сүре алмайтыны сияқты, отансыз да өмір сүре алмайды. Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Қандай жағдай болса да өмір тоқтап қалмайды, осыны ескеріңіз.